Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі болып шығатын тарталетканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, және де миндальный ұнымызды, қантымызды және сары майымызды салып, осылай қамыр жасап илеп аламыз. Енді оның үстіне жұмыртқамызды салып, қамыр илеп аламыз. Енді дайын болған қамырымызды тарталетканың ыдысының қалыпқа қарай ұзынша етіп шайып аламыз. Қалағанша қалыпты қолдансаңыздар болады, дөңгелекше немесе осындай тәрізді. Ол қатты маңызды емес. Қамырын осылай түзулеп салғаннан кейін шанышқының көмегімен тесіп шығамыз, және де пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Тарталеткамыз піскенше біз алмамызды турап, және де табамызға қантымызды салып, орташа отқа қойып, жақсылап ішіне начинкасын дайындап аламыз. Табамыздағы қантымыз осылай ерігеннен кейін үстіне алмамызды салып араластырып аламыз. Міне біздің тарталеткамыз пісті. Піскен тарталеткамыздың үстіне осы салмамызды салып аламыз. Салмамызды салып алдық, енді кремін дайындаймыз. Креміне 82% сары майымызбен қойытылған сүтімізді жақсылап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді тарталеткамыздың үстіне осындай вопипайдың насадкасын қолдансаңыздар болады. Осындай насадкаге кондитердің мешокқа салып, осылай дәл осы видеодағындай құйып шығамыз. Міне кремімізді толықтай жағып алдық. Енді осының үстіне әдемі болып көрініп тұру үшін жеміс-жидектерді қолдандым. Сіз қалағанша жеміс-жидек қолдансаңыздар болады. Міне біздің тарталеткамыз дайын болды. Өте оңай жасалу жолы. Сіздер де кіріп жасап көріңіздер, және де YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.